Адамзаттың асыл құндылығы, білім мұратқа жетудің төте жолы. Білеріміз шектеулі, білмесіміз шексіз. Білмекке құмарлық біздің бағыт. Білім жолындағы жас қырандар, оқытушылар мен өрендер, студенттер. Жаңа оқу жылы құтты болсын. Берекелі, табысты, жеңісі мол жыл болсын. Аман болыңдар, бақытты болыңдар. Ғылым заманнан бері қарай қазақ атам білекті бірді жығат, біліңді мыңды жығат деген сөз қалдырған. Қазақтың бұл мақалының өзектілігі бүгінгі күні айрықша болып отыр. Бұл заман білекке сенетін емес, білімге сенетін заман болды. Заманауи әлемде елдің қуаты ең алдыменен білімменен ғылымда болатын уақытқа келдік. Сол білімді әжетке жаратып, тұрмыс игілігіне жарата білуімізбенен ғана бағаланады. Енемен құдық қазғандай қиын да күрделі, орасан қажыр қайратпенен ерік жігерді талап ететін білімсіз өмір тұл бұл заманда. Құрлықта университеттерде осындай Ұстаз, осынау сөзде қаншама мән мағына жатыр. Ұлағатты ой иелері де, арман оты жүрегінде алаулаған жеткіншектер де, парасатты қоғам қайраткерлері де бір адамға қарыздар. Ол ұстаз. Құрметті ұстаздар, алдымызда тағы бір үлкен жақсы мереке келе жатыр. Ұстаздардың, мұғалімдердің кәсіби мерекесі. Достарын пайдаланып, баршаңызға ең біріншіден зор денсаулық, жұмыстарыңызда табысты болуға рұқсат етіңіздер. Мына қазіргі заманда, 21-ші ғасырда ұрпақ, келешек деген үлкен ұлағаттың сөздерінде әрине біздің болашақтың білімге байланысты. Сондықтан қазір ұстаздарға қаншама қиын талаптар қойылып жатыр, қаншама жағдайлар жасап келе жатыр. Сондықтан айтады ғой, даналықта ұяда не көрсең, ұшқанда соны аласың дейді. Сондықтан сіздердің көзге көрінбейтін еңбектеріңіз әр уақытта жанып, әр уақытта мына біздің болашақта біздің балаларымызға былай айтқанда солардың жақсыны көріп, соларға ұстаз болып, соларға білім беріп, істеп келе жатқан жұмыстарымызды біз өте жақсы білеміз, бағалаймыз. Алдағы уақытта келешек үшін, балалар үшін сіздер аянбай еңбек етесіңдер деп сенім білдіреміз. Отбасыларыңызға амандық, жұмыстарыңызға зор творчылық табыс. Алғашқы әліппенің бетін ашып, әріп танытқан, өмірдің қыр-сырын білуге, сан қилы құбылыстарды терең түсінуге, жан дүниеңе нұрлы шуақ түсіріп, адамгершілікке баулыған мұғалімнің бейнесі көңіл төрінен орын алатыны сөзсіз. Ұстаз да дихан сияқты. Ол әр адамның жанына білім дәнін себет. Әр шәкіртін аялап өсіріп, өмір атты шексіз ғаламға топшысын қатайтып ұшырады. Дәлірек айтсақ, адамды өмір сүре білуге тәрбиелейді. Бойындағы бар асыл қасиеттерін шәкірттеріне сіңіріп, тер төгеді. Сол үшін де ұстазды қадірлеуге тиіспіз. Дорогие педагоги, позвольте мне от учеников школы номер 1 поздравить вас с вашим профессиональным праздником и пожелать вам успехов в работе с учениками, здоровья, чтобы вы могли дать все самое необходимое подрастающему поколению. Спасибо вам, наши учителя, мы любим вас.
специалистов всех профессий. Правильно, очень правильно. И школу заканчивают все, и помнят первый класс и космонавты, и Прокуроры, министры, президенты, да, и президенты, все это выходцы из школы. Правильно. Поэтому желаю вам доброго здоровья, долгих лет жизни и много-много радости. Пусть помнят вас за то, что вы именно дали людям путевку в большую жизнь. Спасибо большое. Вы тоже живите долго. Будьте счастливы, будьте здоровы. Халқымыз үшін білім мен ғылымның, тәлім мен тәрбиенің, оны бойға сіңіретін ұстаздың орны қашан да бөлек. Ілім жиюдағы ізденіс, сонау сақ дәуіріндегі анағарыс абыздан бастап, Әл-Фараби данамызбен жалғасқан ізгі жол. Бабаларымыз ілім мен ғылымның тек ұстазы жақсы болғанда ғана ұстамы жақсы болатын дұрыс ұғынған. Ғылым таппай мақтанба деп жырлаған ұлы Абайдың да ұлтына ұран еткен аманаты осы болса, маған мұғалім бәрінен де қымбат, өйткені мұғалім мектептің жүрегі деп дала қоңырауы Ыбырай Алтынсаринде ұстаздық жолдың ұлы құрмет екенін ұрпағына аманат еткен. Бүгінгі күннің өзегі жас ұрпақтың рухани кемелі. Балаларды ең бастысы ұлттық құндылықтарға бай, тіліне, діліне, тарихына, әдебиеті мен мәдениетіне, салт дәстүрге берік, рухы мықты, танымы мен тағылымы кең тұлға ретінде қалыптастыру барысында ең негізгі сында, салмақта ұстаздарға артылатыны түсінікті. Сондықтан да ұстаздық ұлы құрмет. Себебі ұрпақтарды ұстаз тәрбиелейді. Болашақ ел басқаратын басшысын да, ғалым данасын да, еңбекқор диханын да, жер қазған кеншісін де білікті де парасатты пайымы жоғары, өз ісіне, шәкірттеріне деген сүйіспеншілігі бар ұлағатты ұстаз өсіріп тәрбиелейді. Сол ұрпақты тәрбиелейтін асыл ұстаздарды да сондай ардақтауға міндеттіміз. Ұстаз деген сөздің астында көптеген вә чоңқырылған мәналар жатыр. Егер біз чоңқырдың ойлап қарсақ, ұстаз бізге бұл өмірде білім беріш үшін келгендек. Біз башлангычты дәслеп китеп мектепке келгенде, оң солымызды ва ак карын тонмадык. Біз әнде башлангычка келгенде, ұстаз бізге ак карын тонтып ва башка білімден бәді. Ұстаз, сені мейіріміңа белән тәбрикләп, эшләреңә уктык ва кәсепләр теләймен. Ұстаздарым, білімді болыңдар. Оқушыларға сапалы білім беріңдер. Жүйелі тәрбие беріңдер. Халқымыздың әдет ғұрпын, салт санасын да балаларға түсіндіріңдер. Мерекелерім құтты болсын, балаларым.
армысыз, кешіріңіз, сіздің аты жөніңіз кім болады? Мен Абдыбекова Алина, осы Шонжы ауылының тұрғынымын. Ұстаздар деген ол дүниедегі ең ұлық мамандардың бірі деп айтсақ та болады. Осы білім беріп, тәрбие беретін бәріміз мұғалімдер. Мұғалімдерге денсаулық болсын. Құрметті ұстаздар, той мерекеміз құтты болсын. Елімізде 100 мектеп, 100 аурухана бағдарламасы шеңберінде 106 мектеп салынып қолданысқа берілді. 65 мектеп ауылда, 41 қалада бой көтерді. Олар еліміздің барлық өңірлерінде салынды. Нәтижесінде оқушы орнына тапшылық және апатты жағдайдағы мектептер саны қысқарды. 3 ауысымда оқытатын мектептер саны 40%-ға азайды. Biz енді ұлы, сыйлы, адыл, зиядыға есептейміз. Сондықтан ұстаз деген бәрі президенттен бастап жайылымға дейін ұстаздың қолынан шығады. Мектеп көрмеген адам жоқ. Сондықтан ұстазға кім де болса рахметін айтады. Ұстаз барлық адамдарды тәрбиелеген, мектеппен ұстаз, мектеп ана, ұстаз ата деп есептеймін мен. Сондықтан соның қолынан барлығы ала біліп алған. Сондықтан әлем халқы бәрі рахметін айтады. Сондықтан келешек жастарға біздің де жақсы болып, заманымыз сонда Әзір Назарбаевтың кезінде біздің елбасымыз Назарбаев дейтін әзір әлемде көрмеген, ғасырлар көрмеген жақсылықтың бәрін көрсетіп тұр. Соның артында біз Қазақстан әлемдегі ең алдыңғы 30 елдің ішінде тұрмыз. Сондықтан да біз осыны мақтанып, мен бірінші қазағым жасасын, Қазақстан жасасын, елбасы жасасын деп айтқан. ұстаздар мерекесі келе жатыр. Осы ұстаздар мерекесіне ұстаздар туралы пікіріңіз қандай? Жалпы ұстаз деген есімді қалай түсінесіз? Ұстаз қоғамға қандай рөлдер атқарып жатыр?
осы туралы жалпы біраз мағлұматтар айтсаңыз. Жалпы бүгінгі мүмкіншілікті пайдаланып, мен алдағы келе жатқан бүткіл ұстаз қауымдарын кәсіби мерекемен құттықтағым келеді. Өз атымнан, ұжымым атынан өзімізде мектепте оқыдық, өзімізде мектепте білім алдық, мектепте ұстазымызды сыйлап өттік. Бүгінде ұстаз қауымы келіп жатса, қиналып жатса, қысылып жатса, көмегі қажет болып жатса, өз басымызға ұстазға деген көмегімізді аямаймыз. Ұстазға деген ілтипат, сондай сезім, сенім мол ұстаздар келіп жатса, бүгінгі күннен кейде өзіміздің оқытқан ұстаздарды көргенде күнгі күннен өзіміз сол ұстаздың алдында ұстаз, оқушы ретінде сезінеміз. Ұстаздың еңбегін өз басым үлкен жаңағы алға қойып, өз басым үлкен баға беріп бағалаймын. Ұстаздар аман болсын. Тағы да мына ұстаздардың күні құтты болсын, алда келе жатқан. Тек қана ұстаз қауым жасасын деп айтқым келеді. Бәрекелді. Білім инемен құдық қазғандай. Ұстаз шәкіртпен мақтансын, шәкірт ұстазбен мақтасын. Ендеше біздің ұстаздарымыз әрқашанда аман болып, ұстаздардың үйреткен шәкірттері тек қана елдің алдыңғы шебінде тұрсын. Ұстазымыз біздің енді айтқанда бізді оқытып, осы неге алып келді ғой бізді, әке шешеміз сияқты. Қалай не қылса, мектепте де сөйтіп тәрбиеледі бізді. Енді мынау келе жатқан мұғалімдер күні құтты болсын дейміз. Бәріне денсаулық, өмір жастары ұзақ болсын, жемістерін жейсін дейміз. Басқа не дейміз? Кел балалар оқылық, оқығанды көңілге ықыласпен тоқылық. Оқысаңыз балалар, шамнан шырақ жағылар, іздегенің алдыңнан тілемей-ақ табылар деп Ыбырай Алтынсарин айтқандай. Ендеше білімнің бұлағы сарқылмасын ағайын. Ұстаздардың арқасында осы халге жетіп отырмыз. Ұстаздарға не дейміз? Келатқан төл мерекелеріңіз құтты болсын. Барлықтарыңызға жұмыстарыңызға табыс, отбасыларыңызға бақыт тілейміз. Әрқашанда ауырмай, біз сияқты ұлдарыңызды ержетіп, соларды биік белестерден көрсете беріңіздер. Сіздерге үлкен рахмет. Birinci nimsi demiş günü, ustazlar günü. Ben barlık ustazlarını çin dilim bilen Meyrem gününe bilen tebriklep, zor salametlik, ailevi bəxit, şunlarda yaş üstünlerinde terbiyeleşti, çok kutuklara, yetişimlere dilektaşlık bildirme. Ustazlara abrin. Bala besiktен қабір бесікке дейін аянбай еңбек етіп, ұстаздарымызды бағалап, білім алуға атсалсайық. Ендеше ұстаздарымыздың абыройы үстем болсын, еңбегі арта берсін. Ұстаздар, құрметті мұғалімдер, сіздерді алдыңызда келе жатқан кәсіби мереке тойларыңызбен қызған құттықтаймыз, шын жүректен құттықтаймыз. Енді қоғамдағы әрбір саланың еңбегі өзіне ерекше, бірақ біздің ойымызша
осы ерекше қызметтердің арасындағы ең аса құрметті жұмыс мұғалімдердің жұмыс істеп жеке өз басым солай есептеймін. Сол мұғалімдердің еңбегі ешқашан өшпесін, еңбегі табысты болсын, биік көктерге жете берсін. Мұғалімдердің еңбегіне бас иіп рахмет айтамыз. Енді сөзімнің соңында осы бүкіл Ұйғыр аудандық орталық ауруханасы ұжымының атынан мұғалімдердің келе жатқан той мерекесін тағы да бір рет шын жүректен құттықтаймыз. Әрбір адамныңки дүниеге келгенде оныңки тылы шығып, оныңки адам болып қалыптасуына біріншіден ананыңки тәрбиесі үлкен болса, екіншіде осындай маман болуымызға сол мұғалімдердіңки үлесі өте көп деп есептеймін. Сондықтан осы келе жатқан мұғалімдер күнімен барлық біздің еліміздің мұғалімдеріне үлкен табыс жұмыстарында үлкен жетістіктерге жетуіне тілектестік білдіремін. Құрметті мұғалімдер, сіздерді келе жатқан мерекелеріңізбен Ұйғыр орман шаруашылығы мемлекеттік мекемесі қызметкерлерінің атынан құттықтаймыз. Білім саласы қызметкерлік кәсіподақ қамқор кәсіподақ бірлестігі атынан шын жүректен төл мерекелерімен құттықтаймын. Денсаулықтың бәрін, білімнің нәрін балау үшін сарп еткен сіздерге тілейтін шығармашылық табыс, жанұялық жақсылық, денсаулық. Ыбырай Цесарин айтқандай, мұғалім мектептің жүрегі. Олай болса сол мектептің жүрегі бола отырып, жас ұрпақты ұлтжанды білімде тәрбиелеудегі жолындағы жұмыстарыңызға табыс пен жақсылық тілеймін. Мерекелеріңіз құтты болсын. Құрметті ұстаздар, баршамыздың сауатымызды ашып, білім нәрімен сусындатып, өмірге қанат қақтырған ұлағатты ұстаздар, мерекелеріңіз құтты болсын. Сәлем бердік ұстаздар баршамызға. Сіздермен тола берсін ортамызда, бүгінгі ел басқарған азаматтар, білім алған сіздердің арқамызда. Мерекелеріңіз құтты болсын. Өмірдің өзі нұр шаша бермес, жарқырап ылғи күн алдан. Сәттер де болар жол таба алмайтын тұманнан. Көңіліңде сонда болсын тек ұмтылдыратын, жаныңды бұлқындыратын, ала сармайтын асқақ мол арман. Таңдарыңды солай әрқашан сеніммен күшпен жалғасаң, дауылдарға қарсы өршеленбесең, жан басаң. Құрысын ондай тірлігің деген сол оймен жалтақтамаймын, паң басам. Асуларым бар алдасаң, отты жандардың өшпейтін үміттеріменен жалғасаң. Өмірге келіп кеткенде сенің немен бар? Жүректерді тербеп, от болып лаулап жанбасаң. Арман, арманын іздеп алғасам.